Құрметті әріптестер, бүгінгі сабақта біздер эссе және оның түрлері туралы ақпарат алатын боламыз. Сіздер білесіздер, қазіргі таңда эссе жаза білу өте маңызды. Әсіресе академиялық білім тексеру кезінде оқушыларға, ұстаздарға болсын, міндетті түрде білу қажет. Сіздер бүгінгі сабақта мен түсірген видеоның сапасына емес, берілетін білімнің сапасына назар аударыңыздар. Олай болса, эссемізге тоқталайық. Эссе деген не? Эссе автор белгілі бір тақырып бойынша өз ойларын, идеялары мен алған әсерлерін білдіретін әдеби жанр. Эссенің шығармадан айырмашылығы, онда автор өз стилі мен құрылымды таңдауда ерікті болады. Яғни өзінің шығармашылығы мен өзіндік ерекшеліктерін көрсететін жазу өнері болып табылады эссе. Енді эссенің қандай түрлері бар? Соған тоқталайық. Баяндау эссе, бірінші, екінші сипаттау эссе, талдау, аргументті, салыстыру, әдеби эссе. Оларға жеке-жеке тоқталатын болсақ, алдымен баяндау эссе. Баяндау эссе бұл біздер басымыздан өткізген оқиғамызды баяндап береміз. Яғни оны қағаз жүзіне түсіріп баяндап беруді осы баяндау эссе деп атаймыз. Мысалы, мен орманда адасып қалғанда қалай жол тауып шықтым деген тақырыпта баяндау эссе жазатын болсаңыз, сіз сол эсседе сіз орманда қалай адасқаныңыз, өзіңіздің сезіміңіз және кері жолды қалай тапқаныңыз туралы толық баяндап бересіз. Міне осы баяндау эссе болып табылады. Екінші, бізде сипаттау эссе. Онда сіз бір нәрсеге назар аударасыз. Яғни сіздің эссеңізді оқып отырған адам сіз сипаттаған нәрсені көруі және сезінуі керек. Сол атмосфераны, сезімдер мен әсерлерді жеткізу өте маңызды. Талдау эссе. Онда талдау эссе автордан талдау мен түсіндіруді талап етеді. Мұнда бір нәрсені сипаттап қана қоймайды, оның неліктен маңызды екенін, оның қалай жұмыс істейтіндігін түсіндіреді. Мысалы, неліктен Ахмет Байтұрсынұлының шығармалары әлі де өзекті? Бұл эсседе сіз тек қана жазып қоймайсыз, Ахмет Байтұрсынұлының шығармаларын талдап бересіз. Олардың мағынасын түсіндіресіз. Олардың қазіргі тіл өнеріне қалай әсер ететіндігін көрсетесіз. Міне талдау деген осындай болып табылады. Енді келесі бізде төртінші аргументті эссе. Аргументті эссе бұл автор мысалы өзінің көзқарасын білдіретін болса, сол көзқарасты ол дәлелдеп беру керек. Яғни сол көзқарасына сендіру керек. Мысалы, неліктен вегетариандық диетаға ауысу керек? Неліктен ауысу керек? Соған сіз аргументті дәлелдер келтіресіз. Аргументпен дәлелдер келтіресіз. Сонда ғана адамдар сіздің айтқан көзқарасыңызға сенеді. Бесінші, бізде салыстыру эссе. Салыстырмалы эсседе екіне одан да көп идеяларды, құбылыстарды, объектілерді салыстырасыз. Мысалы, онда екі салыстыратын нәрсенің ұқсастығы мен айырмашылығы көрсетілуі қажет. Мысалы, екі білім беру жүйесін салыстыру, мысалы, американдық және финдік. Бұл эсседе сіз ақш пен Финляндиядағы білім беру тәсілдерін салыстыра аласыз. Олардың оң және теріс жақтарын көрсетесіз. Міне ол бесінші салыстыру эссе. Енді әдеби эссеге алдағы уақытта тағы тоқталатын боламыз. Ол оқыған шығармаға байланысты өзінің көзқарасын, алған әсерін, қандай баға беретіндігі туралы жазу. Олай болса, сіздер бүгінгі сабақта эссе және оның түрлері туралы ақпарат алдыңыз, өз жұмысыңызды бастай беруге болады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.